Сәлем достар, мен Мұхаммед. Жалпы аудандық кезеңнен қатысып жатқанмын. Енді балдарыңыз болғанда, інілеріңіз бірінші есептің математикаларды түсінбей жатса, менен қарап жақсы түсініп аласыздар. Ал сөзімізді айтамыз. Осы біздің аудандық кезеңіміз болады. Құдай қаласа. Енді бірінші есепті былай дейді. Бірінші есепке қарайықшы. Есептерді шығар. Арманның 10 теңгесі болды. 3 теңгесі ол кәмпит сатып алды. Арманда қанша теңге қалды дейді. Сонда қараңдар, 10 теңгесінің 10 теңге бар емес пе? Сонан 10 теңгесіне болды арманда. 10 теңгеде арманда. 10 теңге болды арманда. Бар. Бізге жалпы сұрағанда арманның қанша теңгесі қалды деп отыр. Біз ол кезде не істейміз? Кішкене сұрақтарыңызды ойлауыңыз, балдарыңызға айтыңыз, балдарыңыз өзіңіз шешсін. Арманда 10 теңге бар. Сол 10 теңгеге 3 кәмпит сатып алды. Сонда қанша теңге қалды? Тауып алған сияқты деп ойлаймын. Енді шығарайық. Арманның 10 теңге болды. Арманда 10 теңге. Соған шеміз, азайтамыз. 3-ке. Тең болады 7. Сонда арманда 7 теңгесі қапты. Екінші есепке қарайық. Шелектің ішінде 7 сәбіз бар. Оның 4 сәбізін салат дайындалды. Шелекте қанша сәбіз қалды дейді. Өздеріңіз де білесіздер, қанша сәбіз қалған. Балдарыңыз тапқан шығар, інілеріңіз. Қанша теңгесі қалды? Сол табу керек. Қанша теңгесі қалды? Екі шығарайық. Андай шелек бар ғой, осындай былай кеткен шелектің ішінде 7 сәбіз бар еді. Сәбіз бар, сәбіз бар. Содан қаншасын? 4-тен алып салат дайындады. Енді осы есепке қараңыздар. Шелекте 7 сәбіз бар. Шелекте 4 сәбіз алып 4 сәбіз алып салат дайындады. Сол да шешімін қалай таптыңыздар? Мен білмеймін қалай тапқан екен. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Мысалы, бірінші 7-ден 4-ті азайтсақ, 7-ден 4-ті азайтамыз. Сонда қанша болады? 3 болады. Екінші есептің жауабы дұрыс шыққан деп ойлаймын. Дұрыс шықпаса да маған ренжімеңіздер. Өздеріңіздей болып, балдарыңызға тақта алмай түсірамайсыздар деп үміттемін.
Неде үшінші есеп. Үшінші. Асқардың пеналында 9 қарындаш. Ал Мараттың бары 7 қарындаш. Кімнің пеналында қарындаш көбір? Асқардың ба, әлде Мараттың ба? Кім қарындашы көп дейді. Оған қоспаймыз. Қара. Асқардың пеналында 9 қарындаш бар, ал Мараттың пеналының бары 7 қарындаш. Кімнің пеналында қарындаш көбірек? Кімнің? Асқардың. Дұрыс. Төртінші тапсырма қарайық. Әсемде 3 топ, Сағида топ 4 топ, Мержанда 2 топ бар. Балаларда барлығы қанша топ бар дейді. Әсемде 3 топ, Сағинада 4 топ, Мержанда 2 топ бар. Балаларға барлығы қанша топ бар? 3 қосу 3 демес. Көбейтулерді өтесіздер бір. 3 топ бар. Қосу 4 қосу қанша деп ойлайсыздар? 2-ге қосамыз. Өзінен шешуін тапқанда шешуін жауабын табыңыздар. Мәңгілік шығады. 3-ті 4-ке қосқанда қанша? 7. 7-ні 2-ге қоссақ 9. Ден болады 9. 9-ды 2-ге қосып жүрмеңіздер. Ал 5-ші есепке. Орманда 5 қоян қыдырып жүрді. Оларға тағы 2 қоян қосылды. Ормандағы барлық қанша қоян жүр? Өздеріңіз тауып алсаңыздар болады. Математика үйірмеге барлығы 10 бала қатысады. 17-і қалалық, қалғаны ауылдың балалары. Математикалық үйірмеге қанша ауылдың балалары қатысады дейді. Барлығы 10 бала қатысады. 17-і қалалыққа, қалған ауылдың балалары қанша үйірмеге қатысады? Сонда не істейміз? 10-ды азайтамыз 7-ге. Айтып тұр ғой. Барлығы 10 бала. Соның 7-і қалалыққа қатысады. Сонда барлығы қанша? 3 болып тұр ғой. Сонда 3-еу дұрыс жауабымыз. Соңғы есебіміз қалды. 7-ші есеп. Ағаш бұлағына 3 қарға отыр. Оларға тағы да 7 қарға қосылады. Ағашты бұтағында барлығы қанша ағаш қарға отыр? Оларды өздеріңіз тауып болады. Олар кішкене қышқасылық. Оның сілтемесін жей берем. Ол үшін менің комментімді жазып кетіңіздер. Номер бәрі описанияда. Ертеңге көріскенше.